Манты емес, пигу дейма, самсама бірдеңке болып кетті. Негізі видеомда қандай қателік деп сұрағанда осыны айтатын шығар десем, бәрі манты баркамды сұрап кетті. Негізі манты жасағанда алдымен қамырды жайып, төрт бұрышты қылып турап, кейін мантыны түйетін едім. Бірақ ютубтан мантыны самсақ ұстап осылай әдемі қылып түйіп жасағанын көріп алып, осылай түйіп көрейінші деп едім, қамыры қалың, размерлері әртүрлі болып кетті. Енді бастап қойғаннан кейін соңына дейін жасауға тура келді. Мантылардың формасы шынымен де әдемі болып шыққанымен, қамыры қалың және өте ірі манты болып кетті. Оны бәрібір де өзім жейтін болғандықтан жасай бердім. Ішіндегі начинкасы қойдың еті мен асқабақтан жасадым. Бірақ бұндай форманы жасаған ыңғайсыз екен. Кәдімгідей төрт бұрышты қылып турап түйгеніміз артық. Және қамыры қалың болып кеткені аздай. Мен сіздерге түр бермей әдемі қылып оны бір тарелкасын жеп, видеоға түсіріп отырсам, бір порциясын жеп болғаннан кейін видеом сақталмай қалған бар ғой. Ісімді соңына дейін жеткізу үшін мына жерде екінші порцияны жасап жеп отқаным. Түріме қарасаңыз жынданып отырғаным көрініп тұрған шығар. Қарным тойып кетсе де тағы бір дубль түсіріп отырған түрім ғой. Оның бәріне қарамастан мантым өте дәмді болып шықты. Сочный, ішінен суы ағып осылай болып тұрды. Осылайша мантыға әбден тойып алдым.